Көктем келді. Бұл дегеніміз табиғатта жаңа үдерістер болатынын, ағаштардың бүршік атуы, гүл отырғызу секілді нәрселерді қамтитын кезең. Сонымен қоса, көктем мезгілі гүл отырғызу үшін ең қолайды уақыт болып саналады. Гүл отырғызу өсімдіктерді топыраққа отырғызып, оларды күтіп баптау процесі. Бұл табиғи ортаға оң әсер ететін маңызды әрекет. Гүлдер тұқымнан, көшеттен немесе тамыр сабақ арқылы отырғызылуы мүмкін. Гүл отырғызу үшін бізге ең алдымен топырақ дайындау қажет болады. Сонан соң гүлді таңдау, содан соң отырғызу және де гүлді суарып отыру. Оған күтім жасау. Гүл отырғызудың маңызы өте көп. Мысалға, ауадағы көмірқышқыл газын сіңіріп, оттекті бөліп шығарады. Қоршаған ортаны көркейтіп, әдемілік сыйлайды. Адамның көңіл-күйін көтеріп, стресс азайтады. Тамырлары топырақты бекітіп, эрозияның алдын алады. Гүлдер тозаңдандырушы жәндіктерге азық көзі болып табылады. Гүл отырғызу жалпы табиғатты қорғау мен жақсартудың қарапайым әрі тиімді жолдарының бірі.